Кайырлы күн, сіздермен Бейбіт қыз Айдана. Бүгін балды торт дайындаймыз. 30 минутта дайын болады. Көп уақыттарыңыз алмайды. Тестасын жайып, уақыттарыңыз кетпейді. Ұнаса тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомды жіберіп алмас үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен 80 грамм балымызды орташа отта қыздырып, үстінен бір шай қасығы соданы саламыз да. Осылай көпіршітіп, араластырып, үстінен сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Осындай түс болып шығады, суытып қоямыз. 3 жұмыртқа, үстінен қант салып, миксерлеп аламыз. Жаңағы суып тұрған массамызды үстіне құйып араластырамыз. Үстінен ұнды саламыз. Бір келкі қылып миксерлеп шығамыз. Ыдысымыздың астына пергаментный бумагамызды төсейміз. 2-ге бөліп пісіріп алсаңыздар болады. 160 градуста 6-8 минут пісіреміз. Духовкаларыңызға байланысты. Домалақ формада пісірсеңіздер де болады. Міндетті емес төртбұрышты болу. Және де осылай 2-ге бөлсеңіздер де болады. Мен биік болып шығу үшін 4-ге бөлдім. Қалған бөліктерін қазір үгітіп, үстіне сепетін боламыз. Енді ортасына жағатын салмасын дайындаймыз. 400 грамм қаймаққа 1-2 ас қасығымен қант саламыз. Сахарная пудра салсаңыздар болады. Араластырып, жағып шығамыз.